Сәлем достар, Свои рецепті каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмді әрі өте пайдалы болған грек салатын жасайтын боламыз. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай, ештеңе пісірудің қажеті жоқ. Салат көкөністерден және ірімшіктен жасалған болғандықтан өте жеңіл әрі сіңімді. Сондықтан сіздің дұрыс тамақтанып жүрген құрбыңызға да міндетті түрде ұнайды. Видео көріп бастамас бұрын, каналға тіркелмеген болсаңыздар, видеоның астында подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Ал мен салат жасауды бастаймын. Бізге керекті заттар бұл ірімшік, менде фета ірімшігі, салат жапырақтары, қызанақ, қияр және зәйтүн керек болады. Достар, кез келген ірімшікті ала берсеңіздер болады. Негізінде фета ірімшігімен жасалынады, бірақ басқа ірімшіктермен де әдемі шығады. Алдымен салат жапырақтарын алып, осындай майда етіп қолмен турап шығамыз. Пышақпен турасаңыздар, бірдей болып әдемі болмай қалады, сондықтан қолмен турай беріңіздер, достар. Бұл салатты студенттік кезде көп дайындайтынмын, өйткені жасалу жолы жеңіл, әрі тез дайын болады. Және үйде қандай ірімшік бар болса, сонымен жасай беретін. Келесі бұл қиярымызды алып, 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Қызанақты турап алайық. Онда 4 бұрышты етіп тураймыз. Достар, егер сіздерде черри қызанағы болса, онымен де жасауға болады. Черри қызанағымен кез келген салат әдемі шығады. Түрі де әдемі болады, дәмі де әдемі болады. Сондықтан черри қызанағы бар болса, соны қолданыңыздар. Ал енді сырымызды алып бөлеміз. Онда 4 бұрышты етіп кесеміз. Қалсаңыздар әдемі 3 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Сондай-ақ бұл фета ірімшігі, ол орысша айтқанда сливочный ірімшік, дәмі өте нежный. Сондықтан бұл фета ірімшігін алып көрмеген болсаңыздар, алып осы салатты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі, өте сондай дәмді шығады салаттарыңыз. Барлық ингредиенттерді турап алғаннан кейін кішкене күнбағыс майын құямыз. Сіздерде оливковое масло болса, зәйтүн майы, соны қолдансаңыздар болады. Көкөністеріміз балғын болғандықтан тұз сеуіп аламыз. Және жақсылап араластырып шығамыз. Тәрелкеге әдемілеп салып алып, бетіне зәйтүндерімізді қойып шығамыз. Негізінде зәйтүнді де салатқа қосып, барлық ингредиенттермен араластырсаңыздар да болады, бірақ бетіне қойып шықсаңыздар да әдемі көрініп, ерекше көрініп тұратын болады. Міне салатымыз дайын болды. Бұл салатты күнделікті жасай берсеңіздер де болады, немесе мерекелік дастарханыңызға да жасасаңыз өте сондай әдемі әрі дәмді салат болып тұрады. Салат рецепті ұнаса, каналға тіркеліп алыңыздар. Каналда сондай-ақ басқа да салаттар, выпечкалар рецептері бар, соларды қарап көріңіздер. Сау болыңыздар.